Сен мен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігі саналы ата-ана мәдениетін бірге қалыптастыру мақсатында облыстық дін басқармасы мен оған қарасты орталық қызметкерлері арасында психологиялық тренинг өткізді. Қызылорда облысының әкімдігінің қолдауымен әрбір басқармаларда осы ата-аналарға арналған бала тәрбиесі, бала психологиясы жайлы түсіндірме жұмыстары, семинар тренингтерді жүргізіп жатырмыз. Біз жалпы ата-аналарды ата-аналар жиналысына шақырғанмен көп ата-аналар бізге келе алмайды. Сондықтан осындай мекемелерде ұйымдастырылып жатыр. Жалпы басты мақсатымыз балаға көңіл бөлу, баладағы алда болатын келеңсіз жағдаяттардың алдын алу, ата-ананың баланың қандай мәселелеріне мән беруіне және олармен қалай ары қарай сөйлесуін, баланы жан дүниесіне үңілуіне себепші болу. Тренингке қатысушылар балаға психологиялық қолдау көрсету, уайымын сейілтіп, қорқыныштан арылтудың нақты қадамдарымен қанықты. Сонымен қатар, әрбір баланың қызығушылығына мән беру, сол бағытта өзін дамытуына жәрдемші болу, мейіріміне бөлеу, жақсы көретінін күніне бірнеше мәрте айтып отырудың маңыздылығы түсіндірілді. Негізгі бүгінгі шара қазіргі таңда барлық адамдарға психологиялық қолдау керек. Сол үшін оның алдын алу мақсатында бізге көп тың ақпараттар берді. Оның ішінде бала тәрбиесі. Мысалы, біздің қызметкерлердің көбісі баласын күнде 8 рет құшақтау керек екенін білді. Және одан бөлек қалай сұрақ қою керек екенін балаға, баламен байланыс кезінде қандай нюанстарды алдын алу жөнінде көптеген ақпараттар алды. Ең бастысы қалдырып кеткен ойларының бірі адамдардың арасында қазір мейірімділік жетіспейді. Сол мейірімділікті қалыптастыру үшін қандай жолдары бар екенін үйретіп кетті. Шара барысында әр қатысушы өздерін ойландырған түрлі сұрақтарға жауап тауып, психологиялық ойындарға белсенді атсалысты. Одан әрі тренинг өңірдегі барлық басқарма қызметкерлері арасында жалғасын табады.